Барыңыз сәлем достар, сіздермен мен Бекзат. Бүгін мен каналымда жаңа видео шығатын болады. Жай анимация. Және достар, 1000 подписчикқа кішкене ғана қалды. Сондықтан да тезірек добить етейік. Онда достар, видеоға кеттік. Сәлем, менің атым Никита, мен 15 жастамын. Менің ішімде біреу болған. Осымен оқиғам басталады. Осы жазда көлге барғанмын, бірінші рет. Сондықтан да маған қатты ұнаған. Күн сайын шомылуға баратынмын. Маған демалыс ұнады. Мен үйге келген соң, менімен бір түрлі заттар болу бастаған. Бір айдан кейін мен қатты ауыру бастадым. Күн сайын температурам көтеріліп тұрды. Больницаға барған соң барлығы қойды. Бір аптадан соң шым ауыру бастаған. Анам маған айтты, бұндай бәрінде болады. Күн сайын менің ішімде бір түрлі заттар болу бастаған. Бір кезде түнде менің ішімде бір нәрсе жыбырлап жүргендей болған. Футболкамды көтерген соң ол шын болды. Терімнің астында біреу жыбырлап жүрген. Шошып ата-анама бардым. Жеткенше дейін ол жоғалып кеткен. Біраз күннен кейін мен шын айтып тұрғаныма барлығы сенді. Кен ішім өсіп кеткен. Менің ата-анам дәрігерлерді шақырды. Олар айтты, менде жай ғана қышқату. Маған клизма қойды, бірақ та ішім қоймады. Сезіп тұрдым, ішінде бір нәрсе бар екенін. Келесі күні мен талып құлап қалдым. Мені ауруханаға апарды да айтты, мені жақсарап қарасын деп. Рентгенмен қарағанда ішімде балық болған, паразит балық. Операция жасады. Айтты, сол балық кішкентай болғанда кіріп кеткенін. Бір ай бойы ауруханада жаттым. Біраз күн болды шыққаныма. Осы паразитті ғылымдарға апарды, қандай балық екенін білуге. Сендер менің орнымда болсаңдар, не істер едіңдер? Достар, сіздер видеоның соңына дейін қарап шықтыңдар. Рахмет соған. Және достар, мен ең жақсы бір затты айтайын дегенмін. 1000 подписчик болғанда мен жақсы бір конкурс жасаймын. Сондықтан да тезірек 1000 подписчикқа дейін жетейік. Ал енді осы видео бітті.